Баршаңызға сәлем. Бүгін анамның тараздан алып келген базарлықтарын көрсетейін. Ең бірінші осындай айран алып келген, сары май, қаймақ. Ой, ауылдың қаймағын қатты сағынып жүр едім, жақсы болды деп жатырмын. Сүт алып кепті, сүтті пісіріп дайындап алып келіпті, жолда ашып кетпесін деп. Салат, тағы да май. Ой, мынау ауылдың құрты деген, дәмі деген түрілер еді, өздеріңіз білесіздер. Талқаны бар мына жерде. Тары алып келген, осының бәрін көтеріп алып келген ғой, ерінбей. Тағы да огонек алып келген, чертополох деп айтады бізде, және асқабақ. Бұл асқабақтан енді неше түрлі нәрсе жасайтын болдық қой деп жатырмын ғой. Құрма, тағы да жанына мейіз алып келген ғой. Сосын бір пакет осындай снэк алып кепті, хворос, және де шприц, маска, және де балапаныма осындай пастиль алып келген, екі немересіне осындай бірдей етіп кофточкалар алып келіпті. Маған да осындай кофта, шалбар, күйеу баласы тоңып қалмасын, немерелер толып қалмасын, жүн әске алып келген ғой. Сіздердің аналарыңыз да естіп жүре ма, жаза кетіңіздер.